Сәлеметсіздер, мен осы видеоның авторы мен Ұлжан Атабайқызы. Бұл видеоны сатуға, таратуға тыйым салынады. Сникерс пирогын дайындау үшін ең алдымен ұнды ситодан өткізіп аламыз. Какао, сахарная пудра, разрыхлитель салып, тағы да ситодан өткіземіз. Жақсылап араластырып, үстіне холодильниктен шыққан сары майды салып, қолымызбен үгітіп кружка жасаймыз. Видеода көрсетілгендей крошка пайда болуы керек. Бір жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз. Егер де қамыр қолға жабысып жатса, бір немесе 2 ас қасық ұн қоссаңыздар болады, одан көп қосуға болмайды. Дайын болған қамырды сразу формаға салып, қолмен видеода көрсетілгенде жайып шығамыз. Бір келке етіп жайып шыққаннан кейін үстіне вареная сгущенка саламыз. Вареная сгущенка міндетті түрде қою түрін пайдаланыңыздар, сұйық түрін пайдаланбауға кеңес беремін, себебі піскеннен кейін ол ағып кетеді. Бір келке етіп қасықпен жайып шығамыз. Үстіне грек жаңғағы немесе жер жаңғағы майдалап турап салып шығамыз. Яғни сгущенканың үстіне ғана бір келке етіп орналастырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогты бөлме температурасында толықтай суытамыз. Пирог толықтай суығаннан кейін шоколад пен сары майды водяной баняда ерітіп аламыз. Үстіне жаңғақты өте майдалап турап саламыз, жақсылап араластырамыз. Бір келкі болып араласқаннан кейін пирогтың үстіне жағып шығамыз. Көрсетілген рецепті бойынша жасасаңыздар, ешқандай да артық шығын шықпайды. Толықтай торттың бетін жауып шығамыз. Пирогымызды холодильникке 4-5 сағат қойып қоямыз. Холодильниктен алғаннан кейін ақырын ғана шетін пышақпен кесіп шығамыз, кольцодан шешеміз. Өте нәзік әрі дәмді пирогымыз дайын, дастарханға ұсына берулеріңізге болады. Ас болсын сіздерге.